Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бас аяғы 40 минутта дайын болатын, өте тез дайын болатын суп дайындайтын боламыз. Фрикадельки мен суп. Ең алдымен біз фрикадельки дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге тартылған ет қажет болады. Етіміздің үстіне жуаны ұсақтап турап қосамыз. Бір жұмыртқа қосамыз басын біріктіру үшін, және дәміне қарай тұзбенен бұрыш қосатын боламыз. Шамамен көлемі грецкий орехтың көлемінде етіп, басын біріктіріп, дөңгелетіп жасап шығамыз. Сонан соң біз қазанымызға май құйып, жуаны және сабызды шығарып аламыз жақсылап. Үстіне шамамен 1,5 литрдей мен су қостым. Мен жалпы 4-5 адамдық порцияда тамақ дайындап жатырмын. Суымызды бір қайнатып алып, көбігін аламыз. Үстіне фрикаделькеді және картопты саламыз. Көбіктеп туралған картоп саламыз. Сонымен біз шамамен жарты сағат қайнатып аламыз. Және үстіне вермишельді немесе спагеттиді осылай 2 бөліп салсаңыздар болады. Дәмді болып шығатын сорпа ең бастысы өте тез дайын болады. Достар, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Нұрайым.